Саламатсыздар ма оқушылар? Жақсы балалар, сабағымызды бастайық. Ең алдымен сіздерден үй тапсырмасына кішкене тоқталуларыңызды сұраймын. Сол үшін әр топтан бір оқушы өзінің QR кодын аша қойсын телефонмен. Бір топтан бір оқушы келе қойш, Ақниеттен бастай қой. Берін, Дидар кел, сен жасай бер. Килограмм жүн алуға болатын еді. Я, осы топ жауап береді. Түйеден қанша килограммға дейін жүн алуға болатын еді? Үй тапсырмасы бойынша. 3. Жоқ, ол ал көтеретін салмағының несі ғой, жүнінің 4-8 килограммға дейін жүн алуға болатын еді. Келесі, тебіндеп жайылатын жануарды ата. Топта оқушылар айту ғой. Кім жауап береді? Нұрсұлтан айта қойш? Жылқы. Нұрсұлтанның жауабы дұрыс. Рахмет. Келесі, Дидар, сіздер келін. Ашпай тұрма? Ерлан, келе ғой, тездете ғой. Өзім ашып берем. Ашық тұр. Осымен. Қазақстанда климаттық өзгеріс қай кезде болды? Сіздің топ жауап береді. Климаттық өзгеріс біздің заманымызға дейінгі нешінші кезең еді? Екінші мыңжылдық еді. Отыра ғой, Абзал. Келесі сұрақты оқи ғой, Дидар. Мал шаруашылығы қандай өнімдер алуға мүмкіндік берді? Мал шаруашылығы қандай өнімдер алуға мүмкіндік берді? Көктеу тобы отыра ғой. Түгелде жауап бере ғой. Қандай өнімдер алуға мүмкіндік берді мал шаруашылығы? Не алдық біз малдан? Сүт, жүн. Етін, сүттін, жүнін барлығын біз қолдана алған болатынбыз, балалар. Жақсы, олай болса, бүгін сол қазақ көшпелі мал шаруашылығының екінші сабағын сіздермен өтетін боламыз. Ең алдымен сіздермен қазір психологиялық ахуал орнатып алайық сыныпта. Ол үшін әр топтан бір оқушы маған келе қойыңыздар. Тездетеміз, оқушылар. Келе қой. Нұрсұлтан, қай нені таңдайсың? Тыныш. Қай ұяшықты таңдайсың? Тыныш. Нұрсұлтан, сен өте мейірімді жансың. Рахмет, отыра ғой. Дидар, Сен өте ақ көңілсің. Нұршат, келе ғой, тездетеміз. На топтан. Кім? Келе ғой, Жайна. Қазір. Сен өте данағысың. Рахмет, келесі Жайна. Сен қошақансың. Жарайды. Жақсы, олай болса, оқушылар бүгінгі жаңа сабағымызға кезек берейік. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы жаза қойыңыздар. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы екінші сабақ. Түсіндіріп кетем. Сіздер мұқият тыңдаңыздар, жарай ма? Бер қараймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсаты көшпелі мал шаруашылығы мен егіншіліктің қалыптасуын түсіндіру. Және де көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесін білу болып табылады. Жақсы, бер қараймыз. Оқушылар түгелдей. Көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі. Біз осыған дейін балалар сіздермен ботай мәдениеті туралы өткен едік. Біз ботай мәдениетінде жылқының өте көп сүйегінің табылғанын білеміз. Және Евразия материгінде ботайдан үлкен жылқыны көпке қолға үйреткен көп халық мәдениет жоқ екенін жақсы білеміз.
және де сол жерден үзеңгінің де табылғандығын білеміз. Бұл яғни Қазақстанның территориясында жылқыны өте көп үйреткендігінің нақты тарихи дәлелі болып табылады. Түсінікті? Территориясында көшпелі мал шаруашылығы және егін шаруашылығы көптеп қолданыста болды. Батыс аумағымызда бізде көбінесе көшпелі мал шаруашылығы болды. Себебі бұл жерде сулы аймақ емес, көбінесе білесіздер, өзіміз тұратын батыс өлкені. Сол себепті ал орталық Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егін шаруашылығы аздап қамтылды. Ал шығысқа келетін болсақ, егіншілікте мал шаруашылығы да қамтылған болатын. Енді оңтүстікке тоқталайық. Оңтүстікке егіншілік және мал шаруашылығы жақсы қолданыста болды. Себебі оңтүстік, біз білеміз, шығыс, оңтүстік өңірлердің сулы аймақ екенін білеміз. Ары қарай оқушылар. Ата, неге бәрі тауға көшіп кетті? Бұл жайлау болды. Мал күшейеді, ал адамдар жарық жаз күндерін тамашалайды. Жайлау бұл жаз мезгілі. Жазда малды біз ұзақ жаямыз. Ұзақ жерлерге малды ұзатып жая алатын жер. Және де жаз мезгілінде білеміз, күннің ұзақ болатындығын, күннің ұзақтығына байланысты сол кезеңдерде жиналыстар, өздерінің жазғы мәселелерін шешуі, ақылдасу осы мезгілде өтетін болған. Ары қарай. Бұл күзеу болады. Біз қысқа дайындалып, малға қараймыз. Күз мезгілінде балалар көшпелілердің азық түліктерін дайындап, қар түскен уақытын күтетін кезең. Бұл кезеңде жалпы күз мезгілі күзеу күзеудің территориясы қыстауға жақын орналасқан. Мұқият тыңдаймыз. Қазір сізге солар туралы тапсырмалар берем. Енді дәл осы күзгі мезгілде қой мен түйені қырқу орын алған. Келесі. Сыртта қатты суық. Бұл қыстауы тынығу, халқымызды және мал жанымызды аяздан қорғайтын уақыт. Қыс мезгілі қыстау деп аталады. Енді күзеуден кейін біз қыстауға қарай көшеміз. Аязды, суық кездерде малшылар осы қыстауда өткізген. Бұнда жылы қоралар салынған, мысалға және де басқа жем шөп дайындалып, алдын ала осы малдарды азығын беріп отыратын болған. Ата, неге бәрі қозы бағып жүр? Бұл көктеу болады. Жер қайта тіріліп, мал көктейтін кез. Көріп отқандарыңыздай, бұл көктем мезгілі. Малдың барлығы көктемде төлдейді, яғни мал саны көбейеді. Баяғы қыстан шыққан малдарымыз енді көктеуге қарай қоныс аударады. Қыс бойы малдар деген жүнімен жүреді, түйе болсын, қой болсын, ол жылы болып тұру үшін. Енді көктеуге келіп, сол жүннің барлығы қырқылады. Мана сіздерге сұрақ келді ғой, түйеде неше килограмм жүн алынады деген. 4-8 килограмм еді. 4-8 килограмм бір түйеден алынатын жүннің өлшемі. Енді осы малдар қайтадан күй жинайтын, қыстан шыққан малдың күй жинайтын кезеңі болып табылады көктеу. Түсінікті ма балалар? Жақсы, ары қарай. Қазір сіздерге постер беріледі. Сіздер үй тапсырмасы ретінде де алдыңыздар оны. Сол постерлеріңізді дайындаңыздар. Және де мен мәтін берем. Сол мәтінмен танысамыз, сол мәтіннің желісінде постерлерімізді толықтырып, таныстыратын боламыз, оқып шығамыз. Тоқта.
Өз мезгілдеріңді ала қойыңыздар, тек қана. Бірінші мына мәтінмен танысып шығамыз. Содан кейін барып постерге бірінші мәтінмен танысып шығамыз балалар. 2-3 минут мәтінмен танысамыз. Жаңа мен түсіндірген ненің желісінде ары қарай мәтінмен танысамыз. Ортаға қойып оқимыз. Оқушылар таныстық па? Жақсы, қай топ бастайды? Постерлерімізді аша қойайық. Толықтыру енгізу керек болса, енгізейік. Осы мәтіннің желісінде өзіміздің постерлерімізді бір-бірімізге таныстырамыз. Өздеріңіз ішіңізден қай оқушы постерлі таныстыратын туралы ақылдасып бір оқушыны шығарамыз. 2 оқушы болып шығып таныстыруға да болады. Жақсы, оқушылар жайлау тобынан кім шығады таныстыруға? Келе ғой. Ержігіт, Ақжібек келе қойыңдар, тездетеміз. Ұстай қой, айта беріңіздер. Басқа топтар тыңдаймыз. Сіздерге берілген жыл мезгілі? Айтамыз. Маусым болады. Жайлау, қыстау, көктеу, күзеу болады. Олардың әр біреуінде малдар жайылымға шығады. Ал бізде жайлау дегеніміз жаз. Жайлауда малдар алысырақ жайлауға шығады, және олар емін-еркін жүреді. Ал қысқа қарай малдарға азық жинап қыста көп шыға бермейтін. Жақсы, сенің суретінде демек жайлау мезгілін салдың. Жердің көгалды болып, малдардың аққайын алыс жерге жайылуын бейнелеп көрсеттірсің постеріне. Жарайды, рахмет. Қыстау тобы келеміз ортаға. Кім шығады? Нұршат келе ғой. Өзің шыға қойшы кел. Кел. Дәрет кел. Мен ұстап көмектесем саған. Өте жақсы, молодец. Давай, айта ғой. Сен ұстап тұрайын кел. Бұл жыл мезгілі қыстаудан бұрын малдар және де адамдар қыстауға дайындалып
өздерінің тамақтайтын заттарын дайындайды. Сол кезде малдарға да малдар қорада болады. Ол кезде сосын қыстауда салқын болғаннан кейін от жағып, әдейі оттан біздер бос істеп қойдық. Жылы қораларын салады, немесе малды өзінің қораларында арнайы жерде жем шөбін дайындап бағады. Рахмет. Көктем тобы келе қойыңыздар. Нариман келе қой, тез етеміз. Оқушылар келе қой. Нариман, Жандос келе қойыңдар. Айта қойыңдар. Керемет. Бұл көктеу кезінде қыстан кейін шөптер шығып жап-жасыл болады. Сол кезінде малдар далада жүреді. Ал қыста салқын болғаны үшін жүнмен жүреді. Содан кейін көктеу болған соң олардың жүнін қырады. Қырқып алады. Мысалы, түйеден 4-8 килограмм жүн шығады. Соларды өздеріне киім жасайды адамдар. Рахмет. Постердеріңіз өте әдемі шыққан екен, барлықтарыңыздың да рахмет. Келе ғой. Келесі, күзет тобы келеміз. Жайна, Ерлан келе қойыңдар тездетіп. Күз мезгілін суреттедіңіздер, айта беріңіздер. Жыл мезгілдері 4 маусымға бөлінеді. Осы 4 маусым яғни бір жылды құрайтын болып келеді. Бірінші маусым ол жайлау, екіншісі қыстау, үшіншісі көктеу, күзеу болып келеді. Осылардың арасында біз күзеу табиғатын таңдадық. Күзеу табиғаты қыстауға өте жақын болып келеді. Және осы кезде көшпелі халықтар күзеуге арнап көптеген тағамдар жинап, өздерінің жан-жануарларын, малдарын тағамдап қыстауға дайындалған. Өйткені қыстауда күн өте салқын болған, адамдар далаға шыға алмай, өздерінің жануарларын тамақтай алмай, өздері тамақ ала алмай, өздеріне қыстауға арнап көптеген тамақтар алынған. Және де олар киіз үйлері, жылқылары, жануарлары бәрі өте ауыр болып келген. Және де олар түйенің, қойдың жүндерімен қыстауға, күзеуге арналған көптеген киімдерді жасаған болып келеді. Рахмет, өте жақсы. Отыра қойыңдар. Жақсы, оқушылар, қазір мен сіздерге бағалау берем. Өздеріңізді жаңағы не істеген, постер қорғаған оқушыларды постер салған болсаңыздар, өздеріңізді бірінші тапсырмада бағалап кетсеңіздер болады. Аты жөндерімізді жаза отырамыз. Өзіміз бағалаймыз оқушылар. Егер постер салғанға қосымша көмектескен болсаңыздар, бағалап отырыңыздар. Кейін мен өз бағамды да қоя жатамын. Тұра берсін. Балалар, енді жұптық жұмыс бізде. Жұптық жұмысқа мен қазір сіздерге 2 адам болып орындаймыз. Я немесе жоқ деп бүгінгі тапсырма бойынша жауап береміз. 2 оқушы болып орындаймыз. Ілияс, сен өзің жеке орындай қой. 1 оқушы жеке орындай қойсын. Қалғандарымыз жұптасып орындаймыз. Неке? 1 оқушы ғана жеке орындай қойсын. Екеуміз орындаймыз. 2-2-ден отырып. Я немесе жоқ деп белгі қойып шығамыз. Тыныш. Жақсы.
Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша, бірінші сұрақ бойынша, ерте темір дәуірінде Қазақстан аумағында көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты. Ерте темір дәуірінде, егер қате болса, жөндеп жіберіңіздер. Ерте темір дәуірінде көшпелілердің басты кәсібі егіншілік болған. Аумағында көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына ауа райы тікелей. Өте жақсы. Келесі тапсырма, мен сіздерге пирамида беремін. Сіздер бұнда жасап жүрсіздер. Сол пирамиданы бір-біріне құрастырамыз. Бұл жерде мәліметтер берілген, жауаптары келесі пирамидада. Қанекей, топ болып, ұжымдасып, шуламаймыз, бірақ қанекей, ол үшін сіздерге 7-8 минут қана уақыт беремін. Жақсылап құрастырып шыға қойыңыздар.
Ол ең пирамиданың үсті міне. Ол 350 килограммға дейін ауыр жүк көтере алды. Түйе жазамыз. Келесі жылқы. Ол тебіндеп жайылуға ыңғайлы міне. Келесі ыстық пен суықта төзімді қой. Міне тақталардан оқушылар қараймыз. Келесі бұл малды өсіруге көшпелі шаруашылығында кең таралды. Таралмады. Сиыр. Келесі ойын сауық өткізуге қолайлы мезгіл жаз мезгілі. Шықты ма енді? Шықты ма? Жарайды, өте жақсы. Қолдарыңыздағы бағалау парақшасына оқушылар өздеріңізді бағалаймыз. Менің бағамда бұл жерде рөл ойнайды. Сол себепті жай ғана өздеріңізді бағалап кетіңіздер. Аттарын жазып кетеміз. Енді бүгінгі сабағымызды түйіндей отырып, сіздер үйге осы тақырыпты аласыздар. Көшпелі мал шаруашылығы туралы эссе жазып келу, ол үй тапсырмасы. Түсінікті?